Құрметті қазақстандықтар, Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі алғаш рет Жомарт жүрек сыйлығын ұсынады. Жомарт жүрек сыйлығы бұл рухани жаңғыру бағдарламасының атамекен кіші бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылып отырған бірегей жоба. Аталған сыйлық туған өлкенің дамуына елеулі үлес қосқан меценаттарға, белсенді тұлғаларға, бизнес құрылым өкілдеріне, еріктілерге және түрлі ұйымдарға табысталатын болады. Жеңімпаздар жыл меценаты, жылдың үздік ұйымы, жыл тұлғасы, туған өлке, ерен еріктілік аталымдары бойынша марапатталады. Жобаның үздігін бірге анықтайық. Қатысушыға дауыс беру жомартжүрек.com сайты арқылы жүзеге асырылады. Марапаттау рәсімі 6 желтоқсанда Астана қаласында өтеді. Жомарт жүрек ел мақтанышы.